Баршаңызға сәлем. Бұл видеода мейрімге рулет дайындап үйренетін боламыз. Ең алдымен ақуызға, яғни жұмыртқаның ағына шым-шым тұзды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз көпіре бастаған кезде қантымызды шетінен қоса отырып, жақсылап қою біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Ыдысымызды төңкерген кезде бізде массамыз ағып кетпеуі тиіс. Содан соң үстіне крахмалды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Пергамент қағаз төселген формамызға жақсылап орналастырып шығамыз. Және де шанышқының көмегімен осылай узорлар жасап шығуымызға болады. 110 градуста 1-1,5 сағат көлемінде кептіріп аламыз. Піскендігін осылай қолымызбен тексереміз. Толықтай суытып барып, екінші пергамент қағазына аударып, кремді жағамыз. Және де арасына қалған начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Мен малинаны пайдаландым. Осылай видеодағыдай етіп орап шығамыз. Осымен біздің рулетіміз дайын. Лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.